Ақсай сынтастары. Бұл қола дәуірінен сақталған ескерткіштер тобы. Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданының Ақтау станциясынан солтүстік шығысқа қарай 15 километр жерде орналасқан. Саны 10-нан асады. Бірінің жоғарғы жағында адамның екі көзі, мұрны, аузы бейнеленген. Басқаларының басы үшкірленген, қой мен жылқының тұмсығына ұқсас. Бұлар қола дәуірі бақташыларының киелі жануарлары қой мен жылқының құрметіне қойылған сияқты. Зерттеулер Ақсай тастарының біздің заманымыздан бұрын 9-11 ғасырларда қашалғанын көрсетеді. Оны алғаш Әлкей Хақанұлы Марғұлан басқарған Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы зерттеген.